Ақ көйлек арманы. Шымкенттің жайма шуақ күндерінің бірінде Лаура мен Жарас алғаш рет университеттің алдында кездесті. Ол кезде екеуі де бірінші курста еді. Лаура аққұба, шашы иығына төгіліп тұратын нәзік қыз. Жарас салмақты, көзі терең, сөзі тұнық жас жігіт. Олардың махаббаты уақыт өте тамыр жайды. Екеуі бірге кітапханада отыратын, бірге автобуста жүретін, бірге армандайтын. Бірақ қанша жақындасқанмен араларында шекара болды. Жарас, мен пәкпін, ақ көйлек киіп, ақ некем қиылмайынша мен саған өзімді тапсыра алмаймын, дейтін Лаура әркез. Сенің пәктігің сенің құның емес, сенің таңдауың. Мен күте аламын, себебі сені сүйемін, дейтін Жарас. Жарастың алақаны қыздың арқасынан жылы сырғып түсіп, бұғанасына келіп жеткенде, Лаура оны баяу тоқтатып, тоқта, тойдан кейін ғана деп сыбырлайтын. Екеуі құшақтасып, үнсіз түн қараңғысында отыра беретін. Лаураның қыздай лебізі, Жарастың сабырлы тынысы, олардың ең үлкен жақындығы сол еді. Арада 2 жыл өткен, бірақ бір күні күндегідей емес, Лаураның көңілі алаң болды. Сабақ үстінде Жарас басқа қызбен жай сөйлесіп тұрғанын көріп, жүрегі шаншыды. Кешке сөйлескенде ренішті сөздер айтылып, екеуі ұрсып қалды. Сен мені түсінбейсің деп дауысын көтерді Жарас. Сен де менің сезімімді сынай бересің, деді Лаура көзіне жас алып. Сол ұрыс оларды алыстатты. Бір-бірін сағынып тұрса да, көкірек жібермеді. Екеуі де үнсіз қалды. Апталар өтті. 1 ай өтті. Лаура құлпылармен серуендеп жүргенде кенет көлік тоқтап, бірнеше жігіт оны тартып көрекке салды. Шошыған құрбылары артынан жүгіре алмады. Сол көлік ішінде Қалмұрат отырды. Ол оны небәрі 4 рет көрген. Қорықпа, Лаура, мен сені шын сүйем, деді ол. Бәрі бұлыңғыр еді. Қалмұраттың үйінде әп-сәтте келін болып түсті. Лаура жылады, айғалады. Хабаршы жіберілді. Ата-анасы келді. Бірақ әкесі қатаң сөйледі. Ел не дейді? Сен сол үйге түнедің. Осы енді сенің тағдырың. Анасы үнсіз көз жасын сығып отырды. Баяу ғана. Тағдыр шығар қызым, көн, бақытты боларсың. Сол түні үйде тек әйелдер қалған. Молда келіп, жасырын некесін қиып кетті. Ешкім Лаураның жоқ дегенін тыңдамады. Кеш батты. Қалмұрат бөлмеге кірді. Үстінде ақ көйлек, көзінде қорқыныш. Сен енді менің заңды әйелімсің, деді, қолымен иығынан сипап. Жоқ, мен дайын емеспін, деді Лаура кейіншегіне беріп. Сонда ана сүйгеніңмен бәрін істедің де маған неге рұқсат жоқ, деп ызалы түрде жақындады. Қалмұрат оны итеріп төсекке құлатты. Қыз шырқырап, жоқ, тоқта, Құдай үшін, деп жылады. Қалмұрат тоқтамады. Оның алақаны қыздың денесін аралап, күшпен шешіндіріп, ауыр денесімен жапты. Лаура шырқырап, көз жасын жастыққа сіңді. Ол алғаш рет шын мәнінде денесінің өзі де, рухы да ластанғанын сезді. Бітті. Қалмұрат қасында жатты. Сенің пәк екеніңді білмедім, деп тыныс алып жатты. Лаураның көзінде тек бір ғана бейне тұрды. Жарас. Көзінен жас сорғалап ақты. Ол тек қана бір сөз айтты. Мен сені ешқашан кешірмеймін. Мен сені жек көремін, деп қайталай берді. Лаура тірі өлікке айналды. Күндіз қызмет, түнде зорлық, жігіт күнде қалауын алатын. Ол болса, күнде жылайтын. Бір күні жеңгесі келіп, Лаураны көріп шошып кетті. Көзіндегі от өшкен, жүзі бозарған. Лаура құшақтай алып жылады. Мені құтқар, мен оны жек көрем, мен өзімнен жиіркенемін. Жеңгесі шыдай алмай ата-анасына айтты. Анасы келіп, қызым күйеуден қайтып келген қыз кімге керек десе де үйге алып кетемін, деп жылап жүріп үйіне алып кетті. Лаура университетке барды. Университет дәлізінде Жарас оны көріп қалды. Жүгіріп келіп, Лаураны құшақтамақ болды. Кенет тоқтап қалып, сенің қазір күйеуің бар ғой, деді. Лаураның көзі жасқа толып, енді менің күйеуім жоқ, бәрі бітті, деді. Жарас құшақтап алды. Мен сенсіз өмір сүре алмаймын, тұрмысқа шықмаған, бәрін ұмытайық. Лаура, мен сенің ар мүшең бола алмаймын, сен маған тым таза жігітсің, мен бұрынғы Лаура емеспін, деді сыбырлады. Жарас жылап тұрып, сен қандай болсаң да, мен сені сүйем. Олар үйленді. Бірақ бақыт ұзаққа созылмады.
Жарастың қызғанышы күшейді. Көңілсіз жүрсің, бұрынғыңды ойлап жүрсің бе? Әлде сенікі оныкін жақтыратын беді деп тиісетін. Ауырып тұрмын десе, мен емес басқа біреуді аңдап тұрсың дейтін. Лаура жылап қоятын. Кешірім сұрап, жалынып, қайта жылы сөйлейтін Жарас. Бірақ сөз оқ, тисе орны қалады. Бір күні Лаура ажырасам деді. Баланы қалдырып кетесің, сен кімсің менсіз деді Жарас. Баламсыз өмір сүре алмаймын деп жалынды Лаура. Сол кезде Жарастың аузынан, мен сені алмасам, Қалмұраттан кейін көрінген еркектің астында жатар едің деген сөз шықты. Сол сөз Лаураның жүрегін жаралап, ақырғы үмітін өлтірді. Ол сот арқылы баласын алып ажырасты. Қазір Лаура ұлын құшақтап тыныш өмір сүріп жатыр. Ол жүрегі жылынған әйел, бірақ аналық мейірімі оның жалғыз тірегі. Мүмкін ол бұрынғы Лаура емес, бірақ ол енді ана. Көз жасымен жуылған өмірінде енді тек бір ғана жарық бар. Ол баласы. Әрбір қыз баласы бақытты болсын, өз теңін тауып, өмірде әр кез жайнап жүрсін.